Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін микроэлементтің және макроэлементтің организмдер тіршілігіндегі рөлі тақырыбымен танысамыз. Жасушалардың тіршілік әрекетінің негізгі шарттарының бірі олар мыңдаған заттардың қатысуымен жүретін алуан түрлі химиялық процестер. Тірі организмдердің жасушалары химиялық құрамы бойынша ұқсас болып келеді. Бұл органикалық дүниенің біртұтас екендігін көрсетеді. Тірі организмдердің құрамындағы химиялық элементтердің едәуір мөлшері табылған. Олардың кейбіреуі көп мөлшерде болса, кейбіреулері аз мөлшерде болады. Тірі организмдердің 98% 4 элементтен тұрады. Жаттап аламыз, жазып аламыз. Оттек, көміртек, сутек және азоттан тұрады. Өйткені олар нәруыздардың көмірсулар, майлар, нуклеин қышқылдары тәрізді негізгі органикалық заттардың құрамына кіреді. Көміртек, сутек, оттек атомдары барлық заттар молекулаларының негізгі қаңқасын түзеді, немесе оны құрылыс материалы болып табылады. Азот, фосфор, көміртек, оттек, сутек нуклеин қышқылдарының құрамына кіреді. Олар тұқым қуалаушылық белгілерінің берілуін және жасушалардың қайта қалпына келуін жүзеге асырады. Бұл элементтер энергетикалық зат АТФ-тің құрамында да болады. Сутек жер бетіндегі ең көп таралған суды құраушы зат болып табылады. Тірі организмдердің көп түрлігі олардың жасушаларында алуан түрлі нәруыз молекулаларының және нуклеин қышқылдарының болуымен байланысты деп айтуға болады. Сондықтан сутек, оттек, көміртек, азотты біз макроэлементтер деп атайтын топқа жатқызамыз. Бұл төрт элементтен басқа бұларға күкірт, фосфор, хлор, калий, магний, натрий, кальций, темір элементтері де кіреді. Келесі слайдта осы біз макроэлементтердің маңызы туралы немесе биологиялық рөл дейміз, осыған тоқтала кетейік. Көміртек, оттек, сутек, азот жаңа бірінші слайдта айтып кеткендей қайталаймын, нәруыз май және көмірсу сияқты органикалық заттардың құрамына кіреді. Фосфор элементінің маңызы ол нуклеин қышқылдары, ДНК, РНК, АТФ энергетикалық заттар, сүйек ұлпаларының тіс эмалінің құрамына кіреді. 8-ші сыныптан танысыздар онымен. Күкірт элементі нәруыздардың құрамына кіреді. Белоктар, яғни калий, натрий мембраналарды, жасушаларды электр зарядымен қамтамасыз етеді. Темір элементі ферменттердің, митохондриялардағы электронды тасымалдаушылардың қан пигменті, гемоглобиннің және миоглобиннің құрамына кіреді. Хлор элементі натриймен бірге жасушаға тән қысым түзеді. Магний элементі хлорофилдің құрамына кіреді. Хлорофилді білеміз, неде болатын, жапырақта болатын. Және кальций элементі өсімдіктердегі жасушалар қабырғасының сүйек ұлпасының құрамына кіреді және де қанның ұюына қатысады, бұлшықет талшықтарының жиырылуын қамтамасыз етеді. Организмдер жасушаларында өте аз мөлшерде де тіршілік үшін маңызды элементтер кездеседі. Оларды біз микроэлементтер тобын деп атаймыз, немесе топты құрайды. Бұларға мырыш, молибден, мыс, фтор, бор, марганец, алюминий сияқты элементтер жатады. Енді осы элементтердің жаңағы организмдердегі немесе өсімдік жануар ағзасындағы маңызы туралы айта кетейік. Аз бөлінсе немесе көп бөлінсе. Мысалы ретінде өсімдіктердің бор деп аталатын элементті қажет етуі 0,1-0,4 миллиграммды құрайды. Топырақта бор элементі жетіспеген жағдайда өсімдіктерде жемістер мен тұқымдардың түзілуі кешігеді. Енді бұл жерде бір ғана элемент емес, басқа да элементтер де бар, бірақ ең басты осы бор элементтің маңызы осындай болып тұр. Азық құрамындағы йодтың жетіспеушілігі адамда зоб ауруының дамуына әкеледі. Бұнымен сіздер 8-ші сыныптан танысыздар, білесіздер, йод жетіспеушілігі. Ары қарай мыс элементі бұл устрицалар мен сегізаяқтың барлық мүшелерінде болады. Егерде топырақта мыс қажетті мөлшерде болмаса, өсімдіктер нашар дамиды. Олардың жасыл бөліктері өңсізденеді және солып қалады. Бостандылық пайда болады. Ал егер жануарларда мыс қан түзетін жасушалардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет. Марганец элементі ол өсімдіктер мен жануарлардың организмінің құрамына кіреді. Өсімдіктердің тыныс алуы мен фотосинтез процесінің жүруіне, қанттардың түзілуі мен қозғалысына түрткі болады, жағдай жасайды. Ал жануарларда марганец жас организмдердің өсуін күшейтеді, қан түзіліміне әсер етеді. Әсіресе бұл элементтің құстардың организміне жетіспеушілігі оларда сүйек қаңқасының бұзылуына байланысты болатын ауру перозиске әкеледі. Яғни бұл жануарларда болады, соның ішінде құстарда.
Молибден элементі ол топырақта және өсімдіктер организмінде артық мөлшерде болуы, ал жануарларда ас қорыту жолдарының қызметінің бұзылуына әкеледі. Фтор элементі көп болса, сүйектері мен тістерге тән аурулардың таралуына әкеледі. Селеннің артық мөлшері жануарлардың жүндерінің түсуіне, тұяқтарының өсуіне, бұзылуына әкеледі. Ал балалар, енді бүгінгі сабақ бойынша сіздерге ақпараттың барлығы түсінікті деген ойдамын. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, және де әрбір элементтің маңызын, артық немесе аз мөлшерде кездессе қандай ерекшеліктері пайда болады, осыны жаттап алыңыздар. Каналыма жазылып, подписаться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.